Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді әрі жұмсақ пончики жасап көрсететін боламын. Алдымен жылы суымызға қантымызды, ашытқымызды салып араластырамыз. Бетін салафанмен жауып 5-10 минут қалып қоямыз. Одан кейін жылы сүтімізді құйып араластырамыз. Тұзымызды салып, ұнды 2 бөліп саламыз. Алдымен жарты бөлігін салып араластырып аламыз. Кейін екінші бөлігін салып араластыратын боламыз. Ерітілген сары майымызды саламыз да араластырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ иленген қамырымызды 30 минут немесе 1 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді бұл қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, жар тәріздес форма жасайтын боламыз. Егер де қамыр қолдарыңызға жабысып жатқан болса, кішкене ұн қолдансаңыздар болады, немесе кішкене сұйық май қолданып жасай берсеңіздер болады. Бұл қамырымызды 10-15 минутқа бетін жауып, көтерілуге алып қоямыз. Енді ұнның көмегімен немесе сұйық майдың көмегімен осылай мен сияқты видеодағда көрсетілгендей кішкене ғана бетін басып, ортасынан тесіп шарик жасайтын боламыз. Алдын ала қыздырылып қойған майға орташа отта 2 жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Сонымен қатар осындай таяқшаның көмегімен бар жағын біркелкі етіп айналдырып пісіріп отыратын боламыз. Осындай пончиктарымыз шықты. Менде барлығы 18 дана шықты. Пончиктарымызды суытып қоямыз 5-10 минутқа. Оның арасында шоколадымыз бен сұйық майымызды микроволновкаға ерітіп аламыз. Шоколад біркелкі болғанша араластырамыз. Пончиктарымызды осылай жартылай әрқайсысын шоколадқа салып шығамыз. Ортасы толығымен піседі, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Одан кейін өзіңіздің қиялыңызға байланысты әртүрлі әсемдесеңіз болады. Бұл жерде мен посыпка мен кокосовый стружка қолдандым. Егер сіз жасап көрген болсаңыз, немесе рецепт ұнаған болса, лайк басып, маған тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын!